Саламатсыңдар балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтанудың негіздері ас мәзірін әзірлеу. Сабақтың мақсаты дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау және зерделеу. Дұрыс және тиімді тамақтанудың әзірін құрастыру. Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу. Жұмысқа қабілеттілігін, денсаулығын сақтау үшін адам өмір бойы ағзасын қуат күшімен толықтырып отыруы керек. Тағамнан алынатын қуат пен ағзаның энергетикалық шығыны өзара сәйкес келуі тиіс. Адам денінің саулығы мен жасының ұзақтығы азық-түлік сапасына, дұрыс тамақтануға тікелей байланысты. Ас адамның арқауы деген сөз бар. Бұл дегеніміз не? Біздің денеміз түрлі химиялық заттектерден тұрады. Олардың ішінде аса маңыздылары ақуыздар, майлар және көмірсулар. Біз жейтін тағам да осы заттектерден тұрады. Сондай-ақ тағаммен бірге организмге пайдалы дәрумендер мен минералдық заттектер түседі. Ақуыздар біздің денемізді құрайтын кірпіштер тәрізді. Сонымен қатар олар бізге жұқпалардан қорғануға, организмге оттегіні тасымалдауға және басқа көптеген маңызды қызметін орындауға көмектеседі. Көмірсулар тағамдық энергияның көзі. Олар қарапайым және күрделі болады. Қарапайым көмірсулар қантта, тәтті сусындарда, ақ нанда, жұмсақ тәтті нанда және басқа тәттілерде көп мөлшерде болады. Егер көмірсуды көп тұтынатын болсақ, қарнымыз тойғандай болып көрінеді. Алайда, тойыну сезімі ұзаққа созылмайды, себебі организм инсулин атты заттекті өндіреді. Инсулин артық көмірсуларды майға айналдырады. Біз қайтадан тамақ жегіміз келеді, және тағы көмірсуларды тұтынуға кірісеміз. Осылайша қиын жағдай қайталана береді. Май терінің астында және ішімізде жиналатын болғандықтан салмағымыз артып семіреміз. Негізгі мәселе нашар майлар қан тамырларын тежеп, маңызды ағзалардың жұмысын бұзуы мүмкін. Осының бәрі диабетті, сондай-ақ жүректің, мидың, бауырдың ауруларын туындатады. Алайда, барлық көмірсулар мен майларды зиянды санауға болмайды. Организм көмірсулардан мидың жұмысы үшін энергияның жалғыз көзі глюкозаны алады. Тәттілердің орнына тұтас дәнді жармалар, көкөністер және жемістер түріндегі күрделі көмірсуларды тұтыну аса маңызды. Талшық секілді көмірсу организмнен зиянды заттектерді жоюға көмектеседі. Талшық көкөністер мен жемістерде көп мөлшерде болады. Балық майы өсімдік майларының кейбір түрлері пайдалы майларға жатады. Олар нашар майларды алмастырады және аурулардың қаупін азайтады. Барша табиғат секілді біздің организмімізде теңгерімді үйлесімді ұнатады. Салауатты тағам ақуыздардың, майлардың, көмірсулардың және басқа қоректік заттектердің мөлшері бойынша теңгерімді үйлесімді болуы тиіс. Сау, ақылды және сымбатты болып өсу үшін қалай тамақтану қажеттігі мына тәрелкеде көрсетілген. Жемістерде, көкөністерде және тұтас дәнді өнімдерде пайдалы көмірсулар мен дәрумендердің жеткілікті мөлшері бар. Өсу үстіндегі организмге еттен, балықтан, құс етінен және сүттен ақуызды өнімдерді тұтыну аса маңызды. Ас мәзіріндегі тағамдардың орналасу реті. Салқын тағамдар мен басытқылар: балық, көкөніс, ет. Ыстық басытқылар: балық, ет, көкөніс. Көжелер: мөлдір, қоспа, салқын, тәтті. Балық пен еттен дайындалған ыстық тағамдар, құс етінен дайындалған тағамдар. Көкөніс жармалардан, бұршақтан, макарон мен ұн өнімдерінен дайындалған тағамдар. Тәттілер: жеміс, жидек. Ыстық және салқын сусындар, ұннан дайындалған кондитер өнімдері. Мәзірдің бірнеше түрі болады. Түскі ас мәзірі, бір күндік ас мәзірі, кешенді түскі ас мәзірі. Кешкі ас мәзірі, дайын тағамдар мәзірі, банкет мәзірі. 3 рет тамақтануға мәзір құру кезінде келесілерді ескеру қажет. Таңғы астың жалпы құнарлығы шамамен 700-800 калория. Таңғы ас мөлшері 600-775 грамм. Түскі астың жалпы құнарлығы 1100-1380 калория. Түскі ас мөлшері 1100-1300 грамм. Кешкі астың жалпы құнарлығы 500-600 калория. Кешкі ас мөлшері 550-600 грамм.
кестені пайдаланып өздеріңнің тәуліктік тамақтану рациондарыңды белгілеңдер. Тамақтанудың тәуліктік рационы: ас қабылдау, таңғы ас, түскі ас, бесіндік, кешкі ас. Тағам атауы, жалпы салмағы, құнарлығы. Жазбаларыңды бір-біріңе беріңдер. Пайдалы және зиянды тағамды анықтап, қай кезде тамақтанғандарыңа көңіл бөліңдер. Тамақтану аралығы 4-4,5 сағаттан аспауы керек. Әрі кетсе 3 сағаттан кем болмауын, кешкі ас пен ұйқыға жататын уақыт аралығы 2 сағаттан кем болмауын ескеріп отырып, тамақтануларың үшін оңтайлы кезеңді анықтаңдар. Мәліметтерді кестеге түсіріңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.